Егер сіз жаңа клиент болсаңыз, немесе жаңа құрылғыдан кіру қажет болса, онлайн банк жүйесіне қалай кіруге болады? Онлайн банк KZ сайтына өтіңіз. Экранның жоғарғы бұрышында кіру батырмасын басыңыз. Тумар CSP қалай орнатуға болады? Ашылған мәзірде, кіру үшін Тумар CSP криптопровайдерін орнату түймесін басыңыз. Сіздің операциялық жүйеңізге байланысты сізге жүктеу файлы жіберіледі. Орнатуды бастау үшін файлды басыңыз. Жүктеу файлын орнатыңыз. Тумар CSP орнату үшін әкімші құқықтары болуы керек және антивирусты уақытша тоқтату керек. Жүктеп алу файлын іске қосыңыз. Тумар CSP 6 орнату шеберінің нұсқауларын орындаңыз. Ары қарай батырмасын басыңыз. Келісімнің шарттарын оқып, қабылдап, келесі батырмасын басыңыз. Орнату батырмасын басыңыз. Орнату аяқталғаннан кейін аяқтау батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз! Бағдарламалық құралды орнату аяқталды. Жұмысты бастау үшін электрондық цифрлы қолтаңба бар флешканы немесе карт-ридерге смарт-картты салыңыз. Онлайн банк парақшасын жаңартыңыз. Кіру батырмасын басыңыз. Менеджерден алынған уақытша парольді енгізіңіз. Алғаш кірген кезде жүйе сол бетте парольді өзгертуді ұсынады. Бірінші жолда менеджерден алынған парольді енгізіңіз. Содан кейін жаңа парольді 2 рет қайталаңыз. Және өзгерту түймесін басыңыз. E-токен пас құрылғысы арқылы немесе онлайн банк қосымшасында тағы аутентификатор бөлімінде алуға болатын OTP кодты енгізіңіз. Дайын, сіз жүйеге кірдіңіз және жұмысты бастай аласыз.